Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен ауырып қалдым, грипп бізге де жетіп қалды. Қазір енді мама екеуміз больницаға баратын боламыз. Градусник сап қойдық. 37-те жетіп отыр. Достар, біз алдыңғы апта Зерде мен Сағадат ауырған. Бұл жолы енді қазына ауырып жатыр. Бүгін сабаққа барған жоқ. Больницаға барайық деп тұрмыз. Температурасы көтеріліп тұр. Қанша? Болды. Болды, сала бер. Температурасы көтеріліп тұр. Қазір міне киінеміз де больницаға барамыз. Дәрі іштік, бірақ сонда да басы ауырып тұр. Бұл грипп бізге де жетті. Қазақстан бойынша көп ауырып жатыр екен бұл грипппен. Қазір больницаға барамыз. Сосын ары қарай қандай дәрі жазып береді, сонымен бөлісетін боламыз. Қанша болып тұр? Бағана 37-те жеті. 37-те жеті, иә? Бағана 36. Сен басып санағаннан, иә, қайттан? Жарайды. Біз деген температура түсіретін дәрі іштік. Кішкене түсті. 37-те 7 болды, иә? Бағана 38-де 9 болып тұрған температурасы. Масканы шешші. Қазынан прям беті ісіп, буындар ауырып, ерінің бәрі жарылып, бычыт болып отыр. Кейін кеттік болды. Достар, бізде қар жауған жоқ әлі Семейде, но бірақ ауа райы салқын болып тұр. Қазір жылы киімін киет. Қазір больницаға барамыз, иә? Джинсы шалбарын киді. Отсын шашың тара. Ауырмаңдар, достар. Мына грипп деген өте қатты жүріп жатыр Қазақстан бойынша. Біз больницаға шықтық. Қазір алдыға қарай түсті. Достар, ауырмаңдар. Мына грипп деген сұмдық жүріп жатыр. Күн деген күшті болып тұр екен. Ауа райы деген тамаша болып тұр. Бірақ кішкене жел бар. Жел өтімді еще. Бірақ бізге қар жаумады. Осы уақытта Семейде қалың қар жауып қалатын. Биыл что-то қар жауған жоқ, бірақ қара суық. Елдің бәрі ауырып жатыр сол себепті. Больница деген біздің үйге жап-жақын, мына домның астында больница. Ал біздің үй міне мына дом. Міне мына дом біздің үй. Больница міне мына жерде. Мына жерде больница. Қазір біз врачтың приемына кірмейміз. Біз экстренный температурамен келатқаннан кейін фильтр кабинетке кіреміз. Фильтр больницаның арт жағында. Фильтр деген сол температурамен қабылдайтын жер. Сол жерге кіретін боламыз. Фильтр кабинет деген осы жер бізде. Кіре ғой. Фильтр кабинетте өте көп. Сол себепті біз өзіміздің дәрігерге қаралайық деп шештік. Бірақ ол жақта да очередь көп. Күтеміз енді. Достар, біз дәрігерден назначение алып шықтық. Масқара, қазына сағат деген 1 болыпты ғой уже. Сұмдық. Өте ұзақ уақыт отырыпты қой. Біз больницадан шықтық. Әрең дегенде о жетім жақындап. Жақсы болып қалдым, достар, кішкене. Температурам түсіп кішкене жақсы болып қалдым. Енді қазір фрукт алуға барамыз. Біз фильтр кабинетке кіре алмадық, өйткені адам өте көп, сонымен өзіміздің врачқа кірдік. Іші деген сұмдық ыстық больницаның. Адам көп, бала-шаға көп ауырып жатқан. Енді қазынаның аппетиті ашылып, фрукты жегісі келіп тұр. Фрукты алуға барамыз. Қазір достар, бізге врач дәрі жазып берді.
И сол дәрілерді принимать ететін болам. Бірінші фрукты алайық. Тәбетім ашылып кетті. Ана күндіз вообще ашылмадым. Температурам түсіп, жақсы болып қалдым. Менде ангина екен, достар. Al. Sürmeyeyim. Biz үйге келдік. Қазынан жейтін фруктыларын алдық. Қазір үйге барғанда ашып көрсететін боламыз. Unpacking фрукты болайын деп тұр, қазына? Достар, мен үйге келдім. Енді сіздерге қандай фрукт алғанымызды көрсететін боламын. Бірінші бізде банан. Банан жақсы көрем, сол үшін банан. Келесі бізде помело. Помело бізге келді. Бұрын көп жейтініміз қазір семейге енді келіп тұр ғой. Жоқ, енді келгенде бұрыннан болды, ол просто магазинде бітіп қалды ғой біз алатын кезде. Міне, алма. Мен алма жегіш болам. Және де мандарин. Достар, біздің қазына осындай фруктыларды жегісі келді. Өзінен жегісі келді, соны алып бердім. Қазір бәрін аршып, тазалап, сыртын бәрін жасап берем. Өзі жеп жатады. Сосын ары қарай мен аптекаға кететін боламын. Достар, дәл осы видео ұнаса лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Және де қазына тезірек жазыл деп поддержка ретінде комментарий жазып кетіңіздер, Сау болыңыздар. Достар, қазынаның фруктыйы. Мынау помелосы қазынаның ең жақсы көретін экзотический фрукты помело. Банан, алманды өте қатты жақсы көреді. Сосын мандарин. Ал достар, сендер де ауырмай, аман есен жүріңдер. Қазынаға поддержка беріп қойыңыздар, тез жазылып кетсін. Осымен видеомызды аяқтаймыз, Сау болыңдар.